Жасанды интеллект күн сайын дамып келеді. Қазірдің өзінде ол адамдардың жұмысын тезірек және арзан орындай бастады. Сарапшылардың айтуынша, алдағы жылдары кейбір мамандықтар мүлдем өзгеруі немесе жоғалып кетуі мүмкін. Бүгін біз болашақта ең үлкен қауіп төніп тұрған 10 мамандықты көреміз. 10-шы орын кассир. Бұрын дүкендердің барлығында кассирлер жұмыс істейтін. Қазір көптеген супермаркеттерде өзін-өзі қызмет көрсету кассалары орнатылуда. Сатып алушылар тауарды өздері сканерлеп төлем жасап шыға алады. Сондықтан бұл мамандыққа сұраныс біртіндеп азаюы мүмкін. 9-шы орын деректерді енгізу операторы. Бұл мамандықтың негізгі міндеті ақпаратты компьютерге енгізу. Бірақ қазіргі бағдарламалар мәтіндерді, құжаттарды және кестелерді автоматты түрде өңдей алады. Сондықтан бұрын бірнеше адам атқарған жұмысты бүгінде бір жүйе орындауы мүмкін. 8-ші орын колл-орталық операторы. Банктер мен компаниялардың көбі чат-боттар мен дауыс көмекшілерін қолдана бастады. Олар қарапайым сұрақтарға тәулік бойы жауап бере алады. Осы себепті болашақта колл-орталықтардағы қызметкерлер саны азаюы мүмкін. 7-ші орын бухгалтерлер. Бұрын бухгалтерлер барлық есепті қолмен жүргізетін. Қазір көптеген бағдарламалар салықты, жалақыны және қаржылық есептерді автоматты түрде есептей алады. Жасанды интеллект қателерді де тез анықтайды. Сондықтан қарапайым бухгалтерлік жұмыстардың бір бөлігі автоматтандырылып жатыр. 6-шы орын банк қызметкерлері. Бұрын адамдар банкке кезекке тұрып баратын. Қазір ақша аудару, несие алу немесе шот ашу телефон арқылы жасалады. Көптеген қызметтер толықтай онлайн форматқа көшіп жатыр. Сол себепті кейбір банк бөлімшелеріне бұрынғыдай көп қызметкер қажет емес. 5-ші орын аудармашылар. Жасанды интеллект ондаған тілді бірнеше секундта аудара алады. Бұрын қарапайым мәтіндерді аудару үшін маман қажет болса, қазір мұны арнайы бағдарламалар орындайды. Дегенмен, күрделі келіссөздер мен кәсіби аудармаларда адамдар әлі де маңызды рөл атқарады. 4-ші орын такси жүргізушілері. Әлемнің кейбір қалаларында жүргізушісіз көліктер сынақтан өтіп жатыр. Егер бұл технология кең таралса, болашақта такси қызметінің бір бөлігі автоматты көліктерге ауысуы мүмкін. Бірақ бұл процесс бірнеше жылға созылады. 3-ші орын қойма қызметкерлері. Қазіргі кезде көптеген ірі қоймаларда роботтар жұмыс істейді. Олар тауарларды тасиды, сұрыптайды және қажетті орынға жеткізеді. Кейбір компанияларда мыңдаған робот тәулік бойы жұмыс істейді. Сондықтан болашақта қоймадағы қарапайым жұмыстардың бір бөлігін адамдар емес, роботтар атқаруы мүмкін. 2-ші орын қарапайым контент жазушылар. Бүгінде жасанды интеллект мақалалар, сипаттамалар және қысқа мәтіндер жаза алады. Кейбір компаниялар мұндай құралдарды белсенді пайдаланып жатыр. Сондықтан стандартты мәтін жазу жұмыстары өзгеріске ұшырауы мүмкін. 1-ші орын қайталанатын офис жұмыстары. Бірдей әрекеттерді күн сайын қайталайтын жұмыстар жасанды интеллект үшін ең оңай міндеттердің бірі. Құжаттарды өңдеу, кестелерді толтыру және есептерді дайындау сияқты процестер барған сайын автоматтандырылып келеді. Сондықтан сарапшылар дәл осы салада ең үлкен өзгерістер болады деп есептейді. Қорытындылай келсек, жасанды интеллект кейбір мамандықтарды қысқарту мүмкін, бірақ жаңа мүмкіндіктер де ашады. Болашақта ең құнды адамдар технологияны түсінетін және жаңа дағдыларды тез меңгеретін мамандар болады. Ал сіздің мамандығыңыз бұл тізімде бар ма? Пікірге жазыңыз.